Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода жеміс-жидектерді әдемі етіп турап, сәндеп қоюдың түрімен бөлісетін боламын. Ең алдымен видеоларымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, және де видеоларыма қолдау ретінде лайк басуларыңызды сұраймын. Ең алдымен әдемі дөңгелек тақтамызға немесе тарелкамызға малиналарды алып ортасына орналастырып шығамыз. Одан кейін кивиміздің қабығын ашып, видеодағыдай турап шығамыз. Туралған кивимізді видеодағыдай орналастырып шығамыз. Келесі керекті жеміз ол ананас. Ананасын бас жағын бір қолыңызбен, екінші жағын екінші қолыңызбен ұстай отырып, видеодағыдай басын айналдырамыз. Сол кезде бас жағы жеңіл алынады. Одан кейін ананасты тігінен екі жарты бөлікке бөлеміз. Және де сол жарты бөлікті тағы да екі бөлікке бөлеміз. Ананасымыздың ортаң жағы қатылы болып келеді. Сол себепті ол жерін кесіп алып тастаймыз. Және де видеодағыдай сыртқы қабығын ала отырып ананасымызды кесіп шығамыз. Одан кейін бірнеше бөлікке бөліп турап шығамыз. Және де тураған ананасымызды тағы да кішкентай 2-3 бөлікке бөліп турап шығамыз. Туралған ананасымызды тақтамызға видеодағыдай кивидің жан жағына айналдырып орналастырып шығамыз. Одан кейін жидектердің голубикаларды орналастырып шығамыз. Егер де сізде голубика болмаса, қара жүзім қолдансаңыз болады. Келесі керекті жеміс ол мандарин. Мандариннің қабығын ашып, видеодағыдай турап шығамыз. Одан кейін ең соңғы керекті жидек ол құлпынай. Құлпынайды видеода көріп тұрғандарыңыздай бас жағын алып тастап, қақ ортасынан бөліп шығамыз. Және де құлпынайларды тақтамыздың жан жағына орналастырып шығамыз. Міне
мінекей біздің жеміс жидектер дайын, сіздерге ұнады деген сенімдемін. Сіздерге міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін, себебі бұл дастарханыңыздың сәнін келтіретініне күмәнім жоқ. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, және де видеоларымды жоғалтпас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Менің каналымда әр 2 күн сайын жаңа видео рецепт шығып тұрады. Сол себепті менімен бірге болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.